Қайырлы күн, құрметті студенттер. Біздің бүгінгі ерлік сағатымыз жеңістің 75 жылдық мерейтойына арналып отыр. Ұлы Отан соғысында құрбан болған аталарымыздың мәңгі жас болып жадымызда сақталған жауынгерлер мен офицерлер рухына, бейбіт кезеңде дүниеден өткен ардагерлерге, бүгінде ортамызда жүрген Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің құрметіне арналады. Биыл ұлы жеңіске 75 жыл толып отыр. Жеңіс 1945 жылдың 9 мамыр күні дәл осы шатты хабарды естіп тұрып, бүкіл әлем тексеріп кетті. Жер жүзі халықтарының жүректері қуаныштан дүпіл қақты. Кеңес одағының тұрғындары 5 жыл бойы күндей түкіртілеген соғыста 1418 күн мен түндерде бүкіл жігерімен жеңіске ұмтылған. Жеңістің 75 жылдығы қарсаңында Ұлы Отан соғысында қаза тапқан боздақтардың рухына бас иеміз. Осы орайда Мұқағали Мақатаевтың «Соғыс» деген өлеңін тыңдап өтсек. Соғыс деген немене? Тек қана апат қырғын ба? Арман тілек ақыл ойды апаратын құрдымға. Соғыс деген аққан соры ақсүйектің қолдың да. Соғыс деген төккен ары қыздың және ұлдың да. Соғыс деген жаралмаған жалғыз ғана қан үшін. Соғыс деген сорайдаған содырлардың табысы. Соғыс деген сақаймайтын есуастар дәрісі. Соғыс деген сойқандардан қорғанғандар намысы. Соғыс деген сотқарлардың қолындағы найзасы. Қолданады, долданады таусылғанда айласы. Соғыс деген зұлымдықтың айнасы. Соғыс деген біреулердің шығыны да, біреулердің пайдасы. 1941 жылдың 16 қарашасында немістер Москваға Волоколам бағытында ұрысқа шықты. 1075 атқыштар полкі 4-ші ротасының 2-ші взводы тұрған бекініс шебіне жаудың 30 танкісі шабуыл жасады. Взвод жауынгерлі барлығы 28 адам 4 сағатқа созылған ұрыста жаудың 14 танкісі қиратқан болатын. Соғыс тарихында асқан ерлікті бейнелейтін бұл ұрыста 18 панфиловшының 23-і қаза тапты. 28-дің 22-сі қазақстандықтар еді. Қызыл армия Москва түбінде гитлерлік басқыншыларды алғаш рет жеңген болатын. Бұл шайқаста біздің әскер ерліктің тамаша үлгісін көрсетіп, жауды ойсырата жеңген болатын. Фашистердің Москва түбінде жеңілуі Ұлы Отан соғысындағы түбегейлі бетбұрыс болды. Мәскеу шайқасында Қазақстанда құрылған әскери құрамалар ерекше көзге түсті. Волоколам бағытын қорғаған 16 армияның құрамында Алматыда жасақталған 316-шы атқыштар дивизиясы болған болатын. Дивизияның 1075 полкының саяси жетекшісі Клочков бастаған жауынгерлер 16 қараша күні Дубосеково разъезінің түбінде өшпес ерліктің үлгісін көрсетті. Қазақстанда жасақталған 238-ші атқыштар дивизиясы Тула маңында, Ақтөбеде жасақталған 312-ші атқыштар дивизиясы Малоярославец бағытында Мәскеуді қорғауға қатысты. Мәскеу шайқасында Панфиловшы батальон командирі аға лейтенант Бауыржан Момышұлы әскери шеберлік үлгісін көрсеткен болатын. Алғашқы ұрыс па болам? Иә. Қай жақтан боласың? Ақмоладан. Мен Алматыданмын. Алматыда әдемі шығар. Иә, әдемі. Сен балам қорықпа. Біз олардың тас талқанын шығарамыз. Отан үшін отқа түс. Күймейсің деген. Қайта олар бізден қорқсын. мың 1945 жылдың 30 сәуірінде жауынгер Григорий Булатовпен бірге
Рейхстагқа Кеңес одағының туын тіккен Рахымжан Қошқарбаев болатын. Ол осы ерлігі арқылы сұрапыл соғысқа нүкте қойды. 1945 жылы 2 мамырда Берлин қаласы алынды. 1945 жылы 8 мамыр фашистік Германияның тізе бүккендігі туралы шартқа қол қойылды. 1945 жылы 9 мамыр Қызыл армия жеңіске жетіп, Ұлы Отан соғысы аяқталған болатын. Жеңіс, оны сан миллиондаған адамдар 4 жыл бойы минуттап, сағаттап, сарлы күтті емес пе? Ақыры олардың үміті мен сенімі аяқталды, тілектері орындалды. Бірақ сол жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Жеңіс қолында отан үшін су кешіп, талай миллиондаған асыл азаматтар мерт болды. Жаумен жан аямай, шайқасып, ерліктің ерен үлгілерін көрсетті. Бірақ ешкімнің сағы сынбады. Олардың бойындағы отаншылдық сезім, қолына қару алып, сапқа тұрған көптеген ұлт өкілдерінің тізе қосқан бірлігі мен ерлігі жеңіс сағатын жақындата түсті. Осы қан майданда қасық қаны қалғанша соғысып, ерлік істері мен отан үшін күрескен батырларымызға біз мәңгі басымызды иеміз. Қазақ қыздары да соғыс ауыртпалығын ер азаматтармен бірдей көтерді. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап соғысқа сұранып, әскери комиссияттарға хат жазған қазақ қыздары өте көп болды. Мысалы, Қарағандының әскери комиссияттарына соғысқа сұранып, өтініш жазған арулар саны 10 мыңнан асқан. Семей қаласы бойынша соғыстың алғашқы күндерінде 3000 өтініш түскен. Ал Алматы қаласының тек Фрунзе ауданы бойынша 112 өтініш түсті. Майданға аттанған әйелдер мен қыздардың көбі медсанбанттар мен госпитальдарда борышын өтеді. Қазақ арулары түрлі әскери құрамаларда болып, ерен ерлік үлгісін көрсеткен болатын. Қолдарына қару алып, майданға аттанған қазақ жұлдыздары Әлия мен Мәншік Қазақстан даңқын әлемге паш етті. Авиация саласын меңгерген қазақ қызы Хиуаз Доспанова, Кеңес одағының батыры Марина Раскова басқарған әйелдер авиациясының құрамында авиация штурманы болып, 300-ден астам мәрте әуеге көтерілді. Атадан ұлағат арқалаған бүгінгі ұрпақ ардагерлерге біз мәңгі қарыздармыз. Ұлы Отан соғысы шежіресінде Бауыржан Момышұлы, Әлия Молдағұлова, Талғат Бигелдинов, Мәлік Ғабдуллин, Сергей Луганскин, Төлеген Тоқтаров, Леонид Беда, Мәншік Маметова, Иван Павлов секілді қазақ жерінен шыққан батырлардың есімдері алтын әріппен жазылды. Апа! Жерейсің? Победа! Соғыс бітті, апа! Ұлы Отан соғысы аяқталып, жеңістің туы желбірегеніне биыл міне 75 жыл толып отыр. Жеңіс күні бұл сан мыңдаған ұрпақ үшін ортақ мереке. Бұл мереке біз үшін де ұлы мереке. Ұлы Отан соғысы біздің әрбіріміз үшін ұмытылмастай ізін қалдырды. Осы соғыста қаншама адам қаза тауып, қаншамасы мүгедек атанды, қаншама ана жесір, балалар жетім қалды. Оңай келмеген жеңісте ерен ерлігімен көзге түсіп, ерекше сый құрметке ие болған сан мыңдаған жауынгерлердің ішінде қазақ аталарымыз бен апаларымыз да көп. Ерлігін жыр қылып айтатын әрбір қазақ батырымызды ешбіріміз ешқашан ұмытпаймыз. Қазір қазақ елді мекендерінде көптеген көшелер, ғимараттар, оқу орындарына Ұлы Отан соғысына ерлік көрсеткен қазақтардың есімдері де берілді. Ол деген біз, яғни жас ұрпақ өз ата-апаларының ерліктерін ұмытпасын, біліп жүрсін, мақтан етсін деген мақсат. Қазіргі кезде сол батырларымыздың қатары сиреп, азайып қалды. Олар біздің мақтанышымыз. 9 мамыр бұл мереке ғана емес, бұл халықтың батырлығы. Біздің парызымыз бұл күнді ешқашан ұмытпай есте сақтау. Соғыс ардагерлеріне тағзым ете отырып, келешек еліміздің ертеңі жақсы болса екен деп тілеймін. Әрбір қазақ баласы өз отанын анасында сүю қажет. Тәуелсіз еліміз өркендеп өсе берсін. Еліміздің көк аспанында бейбітшіліктің, тәуелсіздіктің, азаттықтың туы әрқашан желбірей берсін дегім келеді.